Алтын адам тәуелсіз Қазақстанның символы. Есік қаласы маңында ертеректе тоналып кеткен 50-ге жуық қорған бар. Мұнда Қазақстанның ең әйгілі археологиялық олжасы алтын адам табылды. Өзінің асабай мұрасымен таң қалдыратын Сақ ханзадасының бұл қабірі біздің заманымызға дейін тоналмай жеткен Орта Азиядағы бірден-бір жерлеу орны екенмен де аса құнды. Есік қаласының солтүстігі, Есік өзенінің сол жақ жағалауындағы темір дәуірінен сақталған Сақ обасынан табылған алтын киімді Сақ жауынгерінің мүрдесін 1969-1970 жылдары көрнекті ғалым, қазақ археологиясында игі ісін қалдырған Кемал Ақышев бастаған археологтар тапты. Қорғандағы қазбалар Қазақстанды біздің заманымызға дейін 5 ғасырда мекен еткен ежелгі тайпалардың мәдениеті, өнері, діні жайлы құнды деректер берді. Киім үлгісі, жерлеу рәсімі, алтын адамның жетісу жерін мекендеген сақтардың көрнекті елбасының ұлы немесе жас көсем әскербасы екенін айқын көрсетеді. Алтын адам киімі қаптырмалардан жасалған сауыт, саф алтыннан құйылған қару-жарақтар ілінген белдік, жебе ұшты бас киім, аң бейнелі әшекейлермен безендірілген. Көне дәуірдегі материалдық мәдениет, өнер, мифология, тағы басқа салалардан мол дерек беретін алтын адам сол кездегі сақтарда мемлекеттік өркениет ертеден қалыптасқанын дәлелдейді. Тәуелсіз Қазақстан символына айналған алтын адам ел тәуелсіздігінің басты нышандарының бірі. Оның тұлғасы Алматының бас алаңына орнатылды. Төбе бөктеріндегі қанатты тұлпарлар бейнесі ел таңбамызға енді.